ассалаумағалейкум, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің радиоларым? Бүгінгі көңіл-күйдеріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін менде такой күшті бір видео, и бүгін мен почти барлық өзімнің заттарымды, которые сіздер всегда көретін заттарымды киіп алып мына қойып алғанмын. Так что бүгін бізде өздеріңіз оқығандай, бүгін менде топ менің 10 сүйікті заттарымды көрсетіп боламын. Бұл видеоны Бота, Айша барлығы түсірді, бірақ мен де түсірмедім. Так что мен де түсірейін деп шештім. Енді просмотр көп болып жатыр. Мен де қалмаймын, мен де модадан шықпайын. Вот. Так что бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің сүйікті заттарымды көрсететін боламын. Өздеріңіз уже почти жартысын көріп алдыңыздар. Бәрібір нақты көрген жоқсыздар. Так что давайте тезірек видеоны көп сызбайсыздар, лайк басыңыздар, а мен тезірек бастайын. Енді өздеріңіз көргенде ең бірінші затты ол мына шапка. Бұл шапкам бар ғой, мен келесі қыста да киемін деп ойлап отырмын. Өйткені бұл шапка мен үлкен маған, бірақ бәрібір маған еще мынандай бар. Мен мамамның сторисінде всегда осымен на дискотекада болдым ғой. Короче, мен осы шапкамен бүкіл проживание жасаған, бүкіл өмірімді көргем, жыладым, күлдім, қуандым, не істемедім десеңіздер, осы шапкамен бүкіл өмірді көріп шықтым. Бүкіл өмірді. Еще бұл шапка мен қорғаған. Фатима алдында мен ұрық сөйген кезде, алдында мен деп ұрып тастадым. Вот. Уже терлеп кеттім ғой. Еще бұл жып-жылы мен сүйікті шапкам болады. И бұл, наверное, мен естегім болып қалады. То, что типа как, білмеймін, 2022 жылдағы шапка деген. Короче, вот, осы ең бірінші мен сүйікті затым. Вот. Келесі, мен ең сүйікті затым ол мен думалық бастарым. Менің думалық бастарым. Міне осы и осы ең сүйіктілерім ғой. Тіпті ұйықтасам осыны вот жатам ғой. Стичті особо оған сезім бөлек деген. Короче, домалақ басы менен де үлкен. Басы вот это поворот. Мне, короче, осы екі құлағы, бұны біз фотосессияға деп, мен мамамды выкрутить едім. Фотосессияда әдем болам деп сатып алғанбыз. Короче, вот. Ал мынаны мен сатып алған манада. Қайда? Rich family. Білесің ма неше теңгеге алдым? Мен любимым. И мынаны неше теңгеге алдым, білесіздер ма? Бұны мен өзім жасадым, қараңдар. Тікті енді мынаны көрініп тұр ғой. Нет, көзі бар, аузы бар, даже щеки бар, адамға ұқсайды. Улыбаемся. Вот. Бұл менің екінші сүйікті затым. Үшінші сүйікті затым бұл мешок. Қандай мешок? Бұл обычный мешок қой, я. Просто ішінде 50 мың теңге бар. Просто обычный мешок қой. Сол ішінде 50 мың теңге бар. В чем проблема, да? Лақтасам. Вот деп айтады. Бұл ақша менікі. Мен енді кім ақша жақсы көрмейді дейді. Осы бір клоундар болады, айтады, ақша адамды счастливый жасамайды деп. Ой, лапша, еще как. Мен осының арқасында қазір мынандай үйде тұрып отырмын ғой. Короче, вот, ақша мен любимый ем. Если что, внимание обращайте етіңіздер. Әрбір үйде тамақ жасайды ғой, сосын мен де мамам тамақ жасады вообще-то. Сәлем балалар. И менің төртінші ақша бақытты жасамайды негізі. Десем өтірік болып қалады. Шулай, біз қазір мынаның барлығы ақша тұрады. Сникерстің өзі ақша тұрады. Келесі төртінші зат ол. Короче, Максичай мен сникерс мен любимый. I love you просто. Қазір по-любому видеодан кейін бұл сникерстің пачкасы ғана қалады, ал ішіндегі шоколады уже жоқ болып кетеді видеодан кейін. Мен сразу аузыма тығып тастаймын, или же Фатима тығып тастайды. Фатима, мен всегда видео түсірген кезде Фатима былай отырады. Ішіп-пісіп қарап отырады. Қазір де солай қарап отыр маған, бетіме пялится еді. Какашка. Ол өткен сокты күтіп жатыр, сокты. Оған интерес
Она будет торсельное видео. Вася, ты зайди мне телефон, если я хочу смотреть тебя. Василь. А, Я же всегда твои току-поки такие смотрела. Фатима, менің әлі күнге дейін мен бұрынғы тока-бокаларымды қарап жүр, прикиньте. Рахмет айтты. Ой, кутишка. Короче, вот, надо Максичай, Фатима екеуміз. Ана алдында Айша бар ғой, миллионерша ғой, өзінің ақшасын мынандай соғылады да, өзі соны қаққылатып ішеді. Вот настоящий құдық сол негізі. Бір соқты өзі ішеді. Ал олар қалқаманға кеткен кезде Фатима екеуміз мына соқтың мына жерін әрең тауыса алдық қой, әрең. Значит, Мұхамеджан мен Айша құдық болып отыр ғой. Мен ішпеймін. Мама маған өзі ақырын ішеді. Фатима вообще мынандай да 1 сағат ішеді ғой, 1 сағат. Біз мынандай 1 минутта ішіп тастаймыз. Все, короче. И менің 5-ші тамағым ол тамақ. Өтірік айтамын. Тамағым тамақ деп болады. Ладно. Конечно. 5-ші ол менің кітабым Мэйзи Хитчинс. Әлі күнге дейін атын жатқа білемін. Соны подписчиктеріне таратып бересің. Олар оқысындар. Мам бар ғой, біреудің затын, точнее, менің затымды біреуге бере салшы, біттің ғой дейді. Бұл маған естелік, қанша естелік. Дубайдағы естелік болып саналады, өйткені мен бұны Дубайдан оқып жүргенмін. Ей, Дубай! Танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Ну и 6-ші зат, ол мен прям любимый, бірақ Фатима оны испортить еткісі келеді всегда. Ол мынандай мен бумажный сюрприз достар. Мы можем некоторые Фатима тупо жылып алды. Қараңыздар, не мынау? Не мынау? Амангастың қасына бір яблоко ма салып қойған? Я вообще Ребята, достар, мынау ұшып кеткен Амангаст, блин, ностальгия. Көптеген естелік әкелді. Өмір, неткен, күшті. Короче, ішінде чехол, помните? Рюкзак вообще в соло, короче. Рюкзак арудың әлемі ашық рюкзакты, ішінде не жоқ десеңіздерші, ішінде антисептик. Ол кезінде ковид болып еді ғой. Мынау почему-то мынандай кешіріңіздер. Фатима кесіп алың. Ну, короче, вот. Келесі 7-ші зат. Енді каждый леди, да? Каждый леди енді такая ухоженная болу керек қой. Сол сияқты мен де ледимін, да, на 50 пацанка мол. Міне. Бұл, короче, Дубайдан сатылап берген помада. Міне, day to day, ностальгия, day to day. Біз day to day'ден көптеген мармеладтар, сондай, кайф болды. Бірақ оның барлығын біз 1 аптада жеп қойдық. Келесі, бұл мынандай, короче, алқа, сондай браслеттер. Бұл браслетті маған, мамам сатып алып берді. Мамамнан ностальгия болсын деп киіп жүр. Келесі мынандай алқа. Бұны маған, қандай блогер беріп еді? Атын ұмыттым. И бұл не только все. Мынау еще, ребята. Бұны маған апам берді, апамнан деген естелік. Бұл күміс, настоящий бриллиант, так что тағып жүрмін. Мен ойымша, мен ешқашан тастамаймын. Мен бұны уже, білесіздер ма, 2 ай болды шешпегеніме. Апам, I love you. Мама, I love you. Вот. Короче, мне. Бұл мороженое былай жасалынады. Короче, Фатима екеуміз түннің 4-ге дейін осын жасағамыз. Фатима екеумізден респект. Мен подростық болдым ғой. Жоқ, рили ғой. Или рофл ғой.
рофл. Короче, міне, осы Фатима екеуміз жасамыз. Бұл, короче, мороженое қызыл мен сары. Ой, жасыл. Міне, ол былай тұрады, сосын біз аламыз, да, например, скажем, мне қасық болсыншы, өтірік, тек өтірік, пожалуйста, өтірік. Ау, ням, деген сияқты ғой, короче, Фатима екеуміз жасамыз. Вот. Тоже естелік, очень күшті естелік бар ғой. Так, келесі. Ол менен соңғы ба не? Походу, ребята. Бұл пенал. Бұл пеналдың үшінші. Осы екеуін тағы да бар, короче, олар аяқта тұр. Білмеймін, тағы да бір болды, берді, короче. Ұмытқанмын, кешіріңіздер, кім береді андай. Бір қыз берді, который біз ол қызбен бургер жедік, сосын, короче, сондай. Ал пенал, ол өзі маған бір нәрселге өткені пеналды бояп. Кешіріңіздер. Жоқ, енді кім пеналды боямайды, айтыңыздаршы. Мен де боядым, сіздер де боядыңыздар. Чего вы врете, блин? Ештеңе болмағанда тұрсыздар, маған қарап. Деп. Короче, вот осының барлық заттар. Мен I love you. Және де 11-ші, ең бірінші зат, ол менің телефоным, конечно. Менің телефон такой красивый, ребята. Завидуйте, молча. Өтірік айтам, не завидуйте. Барлығына осындай бұйырсын. Дайте, сипап жіберейін. Былай тұрыңдаршы, былай. Аха, былай сипап жіберейін. Дайте. Твай, көз тимесін. Бұйырсын. Скоро сіздерге iPhone 14 алып береді. Болды. Осымен мен сіздерге барлық өзімнің заттарымды көрсеттім. Осымен менің видеомда аяқталды, заттарымда аяқталды. Вот, лайк басқандарыңызға, осы жерге көргендеріңізге көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Қош сау болыңыздар.